Көрсетпеуім керек еді, бірақтан сіздер жазып жатқаннан кейін көрсеттім. Мін 10 адам 20 абайлаңыздар. Курсқа жазылайын дедім ғой. Бүгін айтқан ғой досым. Досым үлгермей қалды ғой. Бүгін айтып еді ғой. Мотивациям кетіп тұрады ғой просто. 17-те ғой. Екеуміз бірге оқып, бірге несе дамиық деп отқа сіз сияқты. Смешный ғой. Молодцы. Бану! Нөмірін жазбаш. Қазір есі үшті көр. Можно потрогать? Ой, бак! Ой, бак! Дархан үйіне құр қол бара бермеймін. Дұрыс, рахмет. Бір манго бере салыңыз я бір манго. Шұбатымды алдым. Мынандай алып. Өзім манго алмаймын ғой, манго жемеймін да ғой. Қонаққа баратқан кезде алғаным ғой. Нұрдәулет, короче, манго әкепті, дегустейшн болады. Қош? Ортасында бір нәрсе бар. Қолым таза, уайым таманды. Тура сізге ақыты олды. Жұмыс істеп атқан қыздар жесін. Ойбай. Жер үй болған не деген кайф деймін да, анандай соседтеріңе барасың, короче, айттайсың десең. Жылы күнде жақсы екен жер үй. Свежий болып тұрмын ғой, қараңдаршы. Тренировка, душ, потом тамақ. Ең өмірдің бақыты деген негіз осы. Ең простой заттарда түсініп алыңдар. Сенен сұрап тұрмын, свежий болып тұрмын. Білесің кім? Қайталайды демеңіздер. Қазақта ешкімді қайталамайды. Ой, бірақ жақсы екен. Сәм көрсін ешкімді дамын. Тешер бұл сенің. Білесіңдер ғой, я всех уважаю. А так, менің ісім мен оның ісі екеу екі түрлі. Менің сәл пайдасы бар. Ауырмаңыздар, шашамаңыздар. Дисциплина. Тастамаңыздар тренировкаға барыңыздар. Мама бәлені істемей қойын десем істе деп жатыр. Аяғың қалмасын, жануар! Всем привет, қалайсыздар достар?